Саламатсыздар ма, менің құрметті оқырмандарым? Мінекей кешегі дайындап алған жасыл үйлерімнің бетіне енді түгін барлығын тексереміз. Және мына ойып алған оюымды, бұның да түгін тексересіздер. Екеуінің түгі бірдей болып тұрсын. Бір жағына жатыңқы болсын екеуі де. Мінекей мына ұқсап ортасына қойып аламын. Менің оюымның өлшемі 27-27, ал астындағы жасыл матаның, жасыл велюрдің өлшемі 36-36. Енді дәл ортасына келтіріп, мынаның оюдың 4 бұрышын астындағы жасыл матаға келтіріп, мына ұқсатып қойып аласыздар. Жан-жағынан, барлық жағынан бірдей қалу керек. Соның бәрі көз мөлшермен қоямыз. Сызғышпен өлшесеңіздер де болады. Осылай қойып алдым. Кеше не жапсырып, не қойған бәрін айттым сіздерге. Енді мынандай үтігімді қыздырып алып, мынандай шыт матаны қойып, алдымен кішкене буын жіберіп алыңыздар. Мына ұқсатып ыстық буын жіберіп аламыз. Сосын барып жаймен басып жаймен үтіктейміз. Жай жүргіземіз. Алғашқыда бірсыпыра жабысқаннан кейін барып қаттырақ үтіктей беруге болады. Мінекей осы ұқсап бу шығаратын үтікпен үтіктейсіздер. Кешегі видеоны көрсеңіздер, қызыл оюдың астына мен паутинка жапсырдым, 2 шеті желім. Көк велюрдің астына, оның астына алдымен флизелин жапсырып алдым, сосын паутинка жапсырып, оны поролонға жапсырдым. Білесіздер бәрін, ұмытып кетпеңіздер. Мінекей мына ұқсап матамен жабысқан жабыспаған байқаймыз бет-бетіп. Мінекей осы ұқсап барлығын жапсырып шығамыз. Мен оюдан 10 данасын дайындадым. Себебі менде бұдан 1 көрпеше бітіп тұр. Енді 3 көрпеше тігуім керек. Соның барлығына 10-12. Әр көрпешеге 4 оюдан кеткенде, ортасындағы осындай оюдан 4 кеткенде 12 ою керек екен маған. Бұрынғы бір көрпешеден 2 ою артылыпты. Сонымен қазір мен 10 дайындап жатырмын. Мінекей. Барлығын мұқият қарап алыңыздар. Осылай көріп отырсаңыздар, мен асықпаймын, білесіздер. Жаймен бәрін түсіндіріп айтып отырмын. Бірінші үйренем деген адамның өзі осыны тігіп шығаруға болады. Бүгін бірінші рет тігіп отырмын деген адамның өзі осы менікіне қарап үйреніп алса болады. Себебі мен бәрін жай, білесіздер, жай түсіндіремін. Асықпаймын. Себебі үйрету үшін. Түсіндіңіздер ма? Мінекей астындағы жасыл матаның да түгін, және қызыл оюдың да түгін бірдей қылып қолдарыңызбен сипалап көріп отырыңыздар. Барлық шетінен мына көк матамыз бірдей артылып тұру керек. Және мына оюдың 4 бұрышы осы жасыл матаның 4 бұрышына тура келіп тұру керек. Көрдіңіздер ма? Мінекей әдемілеп қойып алдым.
Енді бетіне шыт матамды қойдым. Алдымен бу жіберіп аламыз. Мен сіздерге біреуін ғана көрсетіп қойып жатқан жоқпын, 2-3-еуін көрсетіп жатырмын. Себебі әбден түсініп біліп алсын. Алғаш істеп отқан адам болатын болса, әбден көз жеткізіп бәріне түсініп алу керек. Мінекей осы сияқты буы бар үтікпен жаймен басу арқылы алғашқыда. Оюлардың бәрін ыстық буымен қыздырып алғаннан кейін осы ұқсап жаймен ұстап отырып үтіктейсіздер. Қолмен мына ұқсап тексеріп алыңыздар. Жабыспай қалған жер бар ма, жоқ па? Мынаның бір шетінде бар екен, көрдіңіздер ма? Осындай жерлері болады, жаңа қолмен тексерген кезде шығады. Сол үшін қайтадан ерінбей, қайтадан үтіктеңіздер. Мінекей енді жабысты. Осылай көру арқылы барлығын тексеріп алыңыздар. Міне осыдан 10 данасын мен дайындап алдым.